Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен каналымда қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөк рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен бізге тары қажет. Менікі қуырылған. Егер сізде қуырылмаған тары болса, міндетті түрде қазанға қуырып алыңыз. Мінекей осылай тарыны 2-3 қайтара таза салқын сумен жақсылап жуып аламыз. Мінекей бізде жуып алдық. Енді тарыны бұқтырып қою үшін қайнап тұрған ыстық суды үстіне құйып қоямыз. Сөйтіп жарты сағатқа немесе 20 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Бізде тарымыз дайын болып қалды. Енді осы тарыны құрғақ салфеткаға алып, кептіріп аламыз. Енді бөлме температурасында тұрған сары майды тарымызға қосып жақсылап араластырамыз. Үстіне қалауыңызша тәттілігі бойынша қант, сәл ғана сүт қоссаңыз да болады. Мінекей бізде дайын болып қалды. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сүтті шаймен, басқа да шайлармен өте жақсы желінетін болады. Әсіресе үлкен кісілерге қатты ұнайды. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы.